Қыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жарым есті жақсы демек. Абай атамыздың әуелде бір суық, мұз ақыл зерек өлең шумақтарында қарасаңыз қандай сыр жатыр. Неге біз осы қазақ марафонын Абай жарысымызда Абай атамызға жүгіндік, соның бәрін толықтай айтып берейік. Мысалы, мына тақияны қарасаңыздар, Абай атамыздың қандай бір суреттерін қарасаңыздар үнемі тақияда болған ғой. Сол себепті қазақ марафонда осындай тақия түрін жасаймыз деп шештік. Тағы концепциямызда осы қазақ марафон Абай қатысушыларына арнайы сыйлыққа берілетін футболка бар. Футболкамыздың арт жағын қарасаңыздар, осы Абай деген жазу әсем хаттарымен жазылған. Мәреші медаліне келетін болсақ, медальдің артқы жағында Абай деген жазудың үсті астында тағы да ақыл қайрат жүректі бірдей ұста деген өлең жолдары қазақша орысша жазылған. Спортпен қандай байланысы бар дейсіздер ғой. Күшінде, ақылында, қайратында, жүрегінде дамытатын адамдар. Мына сіздер себебі осындай қасиеттерді өзіне сіңдірген адам қана өзінің елінің, жерінің толыққанды азаматы болатынына сенімдіміз. Сонымен қазақ марафон Абай жарысының концепциясын түсіндірдік деп ойлаймын. Жарысқа тіркеліңіздер. Жарыста кездескенше.